Баршаңызға жалынды сәлем достар, сіздермен бірге 101 фильм және бүгін сіздерге 2020 жылға 8 сотен атты фильмін қысқаша айтып беретін боламын. 1937 жылы Қытай мен Жапония арасындағы соғыс кезінде Шанхай қаласы екіге бөлінеді. Бір жағында бейбіт халық тұрса, екінші жағында нағыз қантөгіс соғыс жүріп жатыр. Қытайлық әскерлер барлық ер адамдарды соғысқа алып кетті. Көптеген адамдар соғысқа дайын болмаған соң, кейбіреулері қашып кетпекші, бірақ та оларды ұстап алып, сол жерде атып тастаған еді. Әскерлер қатарына 13 жастағы Сяо, туысқан ағасы Дуань Ву және үлкен ағалары түскен екен. Екеуі кішкентайынан Шанхайда фотоға түсуді армандайды. Бірақ та армандары екеуін соғыс алаңына алып келген болатын. Сяоның тобына жапондық әскерлер шабуылдағанда, үшеуі соғысудың орнына бірге жасырынуды шешті. Көп замай қашқындарды қолға түсіргенде үшеуін қойманы күзетуге жібереді. Қытай әскері артқа шегінгендіктен 88-ші дивизия оларды арттан қорғауға мәжбүр. Қойма өзеннің оң жағында орналасқан, ал сол жағында адамдар қалыпты өмір сүруде. Қытайлықтардың қойманы күзету себебі жауларға тойтарыс беріп басқа елдерден қосымша көмек сұрау. Қашқындар қорғанысты нығайтып жатқанда, қарапайым халық келесі бетке тоқтаусыз өтіп жатыр. Сонда бұл мүмкіндікті жібермей, Сяоның ағасы бөтен баланы қолына алып арғы бетке өтіп кетпекші болады. Бірақ та үстіндегі форманың кесірінен оны кіргізетін емес. Демалыс кезінде қашқындар аппақ жылқыны көріп есікті ашқанда, жылқы қоймадан қашып шығады. Тек жылқыны бір бала ғана тоқтатқан болатын. Сөйтсе ол Сяоның жаңа досы екен. Келесі күні жапондықтар қоймаға кіре салсымен, қытайлық әскерлер оларды бірнеше минутта батырлатып шықты. Осы кезде қашқындар басқа бөлмеде отырған еді, және оларды тек денелерді жинау үшін ғана шақырады. Күтпеген жерден жапондықтар қайта шабуылдап, қоймаға бірінші газовый граната лақтырған болатын. Әскерлер тездетіп противогаз киіп жатқанда, Дуань Ву байқаусызда қалаға шығатын өзенге құлап кетті. Бірақ та оның қашатын ойы жоқ. Жапондық лагерге келген Фан Син атты журналист басшыларға фронттағы жағдайды түсіндіруде. Журналист қытайлық қоймада қандай қару-жарақ бар екенін білсе де, іштегі адам санын біле алмапты. Осылай бастықтан сыйақы алған жігіт қайта үйіне қайтты. Осы кезде жапондықтар ғимараттың төбесіне тұтқынға түскен әскерлерді байлап қояды. Олардың арасында Сяоның ағасы да бар екен. Ал қытайлықтар жапондық тұтқындарды байлап қашқындарға оларды атуды бұйырады. Егер де қарсылық танытса, өздерін өлтіруге дайын. Енді оларда тұтқындарды атудан басқа амал жоқ. Кешке басқа бөлмеде демалып отырған Сяоны ағасы келесі бөлмеде күтуде, бірақ та ағасының шыдамы таусылып, ақыры жалғыз қашуды шешті. Өзімен тағы екі адамды алған Дуань Ву каналға түскенде арғы беттен жапондық әскерлерді көріп судың астына түседі. Енді келесі жағаға аз қалғанда Дуань Ву дабыл көтерген еді. Соның арқасында қытайлықтар уақытында оянып, тағы бір шабуылға тойтарыс берген болатын. Қашқандары үшін негізінде оларды өлтіру керек, бірақ та Дуань Вудың арқасында үшеуі аман қалды. Бір кезде қоймаға бейбіт халық тұратын жағадан бірнеше бала келеді. Сөйтсе олар жаумен соғысуға келген екен. Енді әскерлер қоймамен бірге осы балаларды да күзетулері тиіс. Фан Син қомақты ақша үшін қойма жайлы ақпаратты американдық журналистерге айтып беруде. Оның айтуынша, Жапония қойманы жоя алмайтын себебі қоймада бірнеше тонналық газ бар. Егер де жарып жіберсе, онда бейбіт халықта зардап шегуі мүмкін. Сосын басқа елдер бұл әрекеті үшін Жапонияға қарсы шығады. Онымен қоса Фан Син жапондық лагерден жапондықтардың 3 сағаттан соң қойманы алатындарын естіген. Енді ақш журналистері қай жақ ұтады соған ставка қоюда. Жапондық әскерлер шабуыл кезінде қойманы жан-жақтан атқылағанда, әскерлер оларға тойтарыс бере алмай қалды. Жаулар тамды жару үшін бомба орнатпақшы, бірақ та сонда да қытайлықтар соңына дейін берілмей бомбаны денелеріне байлап төбеден секіре бастайды. Ал арғы жағадан соғысуға келген балалар қорыққаннан не істерін білмей жүр. Бұл шайқасқа тіпті қашқындар да қатысты. Біреуінің саусағын оқ жұлып жіберген. Сяоның досы терезеден қарап тұрғанда оны да жау атып түсіреді.
Осылай көп замай қанды шайқас аяқталғанда журналистер нацистік туды жамылып арғы бетке өтуде. Олар қоймаға кіріп әскерлердің жағдайын бүкіл әлемге көрсеткей жүр. Журналистер арасында Фансин да бар. Бір кезде әйел полковниктан қоймада қанша әскер бар деп сұрағанда, полковник 800 деп жауап береді. Бірақ шын мәнінде 400-ден кем болатын. Өйткені полковник жапондықтардың шындықты білгенін қаламайды екен. Фансин үстіндегі форманы шешкенде оны бір қашқан киіп алмақшы болады. Бұны байқаған Дуаньву жаны ашығаннан жіберуді шешті. Қаланың арғы бетінде қытайлықтар әскерлерге көмек ретінде үйде не бар соны жинауда. Ал түнде қытайлық қыз снайперге қарамастан өзеннен өтіп, қоймада полковникке Қытайдың туын табыстайды. Сонда полковник әскерлерге қойманы тағы 2 күн күзетуді тапсырған еді. Егер де соңына дейін қорғаса, онда басқа елден көмек күтуге болады. Әскерлердің ойынша қоймаға туды ілмеген дұрыс. Әйтпесе жапондықтар басқаша түсініп қатты ашулануы мүмкін. Бұл жағдайда қойманы 2 күн күзету мүмкін емес. Полковник өзі шешім қабылдап ақыры туды қоймаға ілуді тапсырады. Оның ойынша бұл әскерлердің духын көтерсе керек. Осылай қоймаға туды ілгенде бұны байқаған жапондықтар әуе ұшақтарын жібере бастайды. Ал қытайлықтар біреуін әуеде жойған болатын. Қарсы жақ байқаусызда шайқас кезінде бейбіт халықты жаралайды. Қытайлықтар болса өз өмірлерін құрбан етіп туды барынша қорғауда. Ал жапондықтар енді артқа шегінуге мәжбүр. Қорғаныс кезінде Дуаньву да ауыр жарақат алған еді. Өлерден алдын Фансин жігіттің соңғы арманын орындап, оны камераға түсіреді. Өйткені Дуаньву сол қалпы Шанхайда фотоға түсе алмаған екен. Қытай басшылары тез арада қоймадағы әскерлерді бейбіт халық тұратын жағаға өткізу үшін қаланың жарығын өшірмекші. Бәрібір бірнеше топ қоймада қалып, басқалар мосттан өткенше оларды қорғаулары тиіс. Әрине, сөзбен айтқанға бәрі жеңіл көрінеді. Бірақ та қараңғыда жапондықтар өз жарықтарын қосып, аспанға жарық гранаталарын лақтырады. Енді әрбір қашқан адам жапондық снайперлер үшін жеңіл нысана. Осы кезде арғы жағадан бәрін көріп тұрған қарапайым халық өздері қолдарына қару алып қарсы жаққа ата бастайды. Бәрібірде әскерлер мосттан өте алатын емес. Қаншама әскерлер қаза тапса да, олар соңына дейін барып, Қытай халқына жеңіске деген жаңа үміт сыйлады. Тіпті журналист Фансин де камерасын тастап, мосттағы жарақат алған әскерлерге көмектесуде. Арада көптеген жылдар өткен соң бұл қойма әлі күнге дейін Шанхай қаласында 1938 жылдан бері сол қалпында тұр. Жергілікті халық жыл сайын қоймаға гүлдер әкеліп, қаза тапқан адамдарды еске алады екен. Осымен біздің 8 сотен атты киномыз аяқталады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет, және де лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.